Сәлем құрметті көрермен, бүгін мен қауын туралы айтатын боламын. Қауынның хош иісі және тәттілігінен бөлек денсаулыққа көптеген пайдасы бар. Ол құрамындағы дәрумендердің және құнарлы заттардың көптігімен пайдалы. Қауынның денсаулыққа пайдасы. Қауын жасұныққа бай, сондықтан ішектің жұмысын жақсартады. Қауынның құрамында фолат, К дәрумен және магний бар. Олар сүйектің саулығы үшін аса маңызды. Қауынның құрамында калий көп болғандықтан ол қан қысымын төмендетеді. Қауын су және электролиттерге бай. Өз кезегінде олар организмдегі сұйықтықтың теңгерімі үшін пайдалы екен. Қауында коллагеннің бөлінуіне әсер ететін және теріңізді күн сәулесінен қорғайтын С дәрумені бар. Сонымен қатар аскорбин қышқылы иммунитетті нығайтады. Қауында лютеин және зеактинин аталатын антиоксиданттар бар. Олар көздің саулығын сақтап, көздің көруін жақсартады екен. Қауынның құрамында темір, калий, кальций, магний, В, С және А топтарының дәрумендері көп. Солардың әсерінен қауын ісіктерде пайда болуының алдын алып, жүрек қан тамырлар жүйесі аурулары мен диабеттің алдын алатын құрал болып табылады. Сонымен қатар қандағы холестерин мөлшерін төмендетіп, атеросклероздың дамуының алдын алып, орталық жүйке жүйесін тыныштандырады екен. Қауынның құнарлығы және қалай дұрыс жеу керек. 100 грамм қауында 34 килокалория бар. Қауынды негізі астардың арасында, яғни астан 2 сағат бұрын или 2 сағат кейін жеген жөн. Керісінше жағдайда асқазандағы ауырлық сезімі пайда болады. Сонымен қатар бір күнде 300 граммнан артық қауын жемеген жөн. Тәтті әрі піскен қауынды қалай таңдау керек? Қауынның түсі өз сұрыпына сай болу керек. Егер сыртында жасыл тұстары болса, піспегенін аңғартады. Ал қауынның кейбір сұрыптарында өзіне тән жасыл жолақтары болады екен. Қауынның сыртын жақсылап қараңыз, ол бүтін, қара дақтарсыз, сызатсыз болуы керек. Сонымен қатар жарылған жерлері болмауы тиіс. Қауында бактериялар тез көбейеді, сондықтан үнемдеу үшін бөлінгенді қауынды алудың қажеті жоқ. Қауынның қабығын басып көріңіз, ол қаттылау болу керек, бірақ тым жұмсақ немесе тым қатты болса, басқасын таңдағаныңыз дұрыс. Қауын піскен кезде оның қабығының жасушаларына қаттылық беретін протопектин пектинге айналып, қауынның мәйегін жұмсартады екен. Қарбыз таңдағандағы сияқты қауынның да сыртын алақанмен ұрып көру керек. Егер қатаң дыбыс шықса, піскенін аңғартады. Қауын қаншалықты жақсы піссе, оның құрамында хош иіс беретін заттар да соншалықты көп болады екен. Сондықтан әбден піскен қауынның иісі мұрын жарады. Одан ананас, ваниль және алмұрттың аралас иісі шығады. Жолдың бойында сатылатын немесе жерде жатқан қауындарды сатып алмағаныңыз дұрыс. Себебі қауынның сырты жұқа әрі нәзік болғандықтан токсиндер, ауыр металдар және басқа да улы заттарды жылдам сіңіріп алады екен. Енді қауынның денсаулыққа зияны туралы айтатын болсам, бала емізетін әйелдерге қауын жеуге болмайды, себебі сәбидің ас қорытуын бұзуы мүмкін. Сонымен қатар қант диабеті, асқазан және аш ішек жарасынан зардап шегетіндерге де қауын зиян екен. Сондай-ақ ішек бұзылуында да қауынды көп жемеген абзал. Егер бүйрегіңіз бен өт қабының саулығына диагностикалық тұрғыдан көз жеткізбесеңіз, аталған ағзаларыңыздағы құм немесе тастың бар жоғын білмеуіңіз мүмкін. Мұндай жағдайда қауын көп жеу кері әсер етіп отаға жеткізуі мүмкін. Қауынның құрамында жасұнықтың көптігіне байланысты ол ауыр өнім болып табылады екен. Егер қауынды ішімдікпен араластырса, іш өтетіні анық. Соны жеген кезде суық су, әсіресе қышқыл сүт, айран ішу және йогурт жеуге болмайды екен. Тағы да айта кететін қызықты деректер, қауын сонымен қатар ішіңізді жүргізуге де әсер етеді. Егер ішекті зиянды заттардан, қоқыстардан тазалағыңыз келсе, қауын жеңіз. Кімнің бауыры және қуығы ауырса, сол адамдарға қауын өте пайдалы екен. Бүйректен тас пен құмды шығарады, қандағы гемоглобин мөлшерін көбейтеді, ағзаңызды әртүрлі аурудан құтқарып, иммунитетіңізді қатайтады. Жүрек, қан тамыр ауруларының да алдын алады екен. Жүйке жүйесін тыныштандырады, жазда сөйлеуге жақсы екен.